достар әлеуметтік желіде комментарийда немесе тікелей эфир барысында көптеген жандар келесі сұрақты қоюда. Мақсат мырза, Астана немесе Алматы қаласынан баспана алар сәтте прописка қажет пе? 3 жылдық. Достар, 3 жылдық прописка қажет емес, жай ғана сол сәтте тіркелсеңіздер болғаны. Бірақ ескере кететін жай, ертең конкурстың шешімі шығатын кезде кімнің Астана немесе Алматы қаласында 3 жылдық пропискасы бар, сол кісілерде приоритет болады. Ол дегеніміз не? Мысалға сіз Қарағанды қаласынан Астана қаласына пропискаға тұрып, осы жақтан баспана аламын деп конкурсқа өтінім бердіңіз. Сізде 100 балл. Астана қаласында 3 жыл тұрақты тіркеуі бар адам конкурсқа өтінім берді, ол кісіде 100 балл. Ертең конкурстың шешімі бойынша екеуіңізде бірдей балл болып қалған кезде Астана қаласында 3 жыл пропискасы бар адамда приоритет болады да, ол кісі өтіп кететін болады. Сондықтан Алматыдан Астанадан пәтер алам десеңіздер ала бересіздер, бірақ ескеріңіздер. Астана Алматы қаласында пропискасы бар адамдарда сіздермен балдар бірдей болып қалған жағдайда приоритет болады. Сапалы білімді кеңес сопровождение қажет болса, бізге жазыңыздар. Жақсы.